Спанч Бобтың досы Патриктің кім екенін білесіз бе? Ол теңіз жұлдызы болып табылады. Олар туралы өмірде бірнеше қызықты фактілер бар. Біріншіден, теңіз жұлдыздары жынысын оңай өзгерте алады. Ұрғашыдан еркекке, еркектен ұрғашыға, жалпы өз қалаулары бойынша. Егер оның жейтін тағамы тым үлкен болса, теңіз жұлдызы жай ғана асқазанын өзінен шығарып тағамды орап алады. Содан кейін оны сұйық түрге айналдырып қайтадан сорып алады. Патриктің 5 аяғы, тіпті 50 аяғы болуы мүмкін. Әртүрлі теңіз жұлдыздарының аяқ саны әртүрлі. Оның үстіне әр аяғы бөлек тіршілік иесі, жеке шағын жұлдыз болып табылады. Егер бір аяғы түсіп қалатын болса, ол барлық сәулелерді қайтадан қалпына келтіре алады. Кейде теңіз жұлдыздары өте қатты аш болады. Сондықтан, егер оның анасы, әкесі, баласы, атасы, әжесі қасында жүретін болса, ол соларды да немесе басқа да кез келген теңіз жұлдыздарын жей береді. Ал біздің Патрик Спанч Бобты жегенді жақсы көреді. Өйткені шын өмірде теңіз жұлдыздары